Ассалаумағалейкум, құрметті жылайлықтар, құлсарлықтар. Біз сіздермен бүгінгі осы кеште қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Біздің бүгінгі онлайн концертімізге қош келдіңіздер. Алдағы уақытта керемет әндерді қазір айтатын боламыз. Жақсы материалдар сіздерге дайындап қойдық. Ал, Нұрхат, тосын. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті құлсарлықтар, құрметті қазақстандықтар. Бүгінгі онлайн концертімізге қош келдіңіздер. Жақсы көңіл күйде отырыңыздар. Біз сіздердің көңілдеріңізден шығуға тырысамыз. Ал біз бастаймыз. Енді рұқсат болса, біз маскамызды шешейік. Қазір маскамен ән айтып отыруға тоже ыңғайсыз. Біз алғашқы әнімізді бастаймыз. Біз ең бірінші әнімізді басқа әндерден көрі өзіміздің осы Құлсарыға, туған жерге арнап, бұл ән 2014 жылы Қуат Әбілов деген біздің композитор бар жергілікті. Сол кісінің қолынан шыққан керемет ән. Соны сіздерге арнаймыз. Ал, кеттік. Егер сіздер дайын болсаңыздар, біз де дайынбыз. Көгінде күн ойнаған, бақта гүлі жайнаған, көркіне көз тоймаған жерім. Еркелеумен ержеткен, тау бесікте тербеткен, таба алмаспын жер көктен теңіз. Туып өскен жерім, менің алтын бесігім, алыс кетсем өзің сағынышым, жүрегімде мәңгі есімім. Қойнау толы мұнайым, көкте туған күн айым, тек өзіңе арнаймын мәңгі. Өзенің мен көліңдей, байлық тұнған жеріңді, жырға қосып төріңді мәңгі. Туып өскен жерім, менің алтын бесігім, алыс кетсем өзің сағынышым, жүрегімде мәңгі есімім. Туған жерім, асыл мекенім, ыстық ұям өлең төсегім. Тек өзіңді мақтан етемін, сені мәңгі жайлап өтемін, асыл мекенді. Туып өскен жерім, менің алтын бесігім, алыс кетсем өзім сағынышым, жүрегімде мәңгі есімім, жүрегімде мәңгі есімім. Көп рахмет. Осы онлайн концертіміздің өтуіне атсалысып, бізге қолдау көрсетіп жатқан Кеңжылау мәдениет үйіне және Құлсары қаласының әкімшілігіне, сіздерге де көп рахмет айтамыз. Бізді әрдайым қолдап отырған Құлсары қаласының халқына,
басқа елдерде топ жарып жүрген өздерінің бұрыннан өсіп келе жатқан бүлдіршін кезінен шығып келе жатқан балдарды қазір қолдап әлі күнге дейін өздерінің тілектерін айтып жатады. Сіздерге көптен көп рахмет. Және де ерекше рахмет Құлсары лайф парақшасының ұжымына көп рахметімізді айтамыз. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Мозарт тобының айтатын әні «Сен келерсің». Ал кеттік. Ескі әндерді де айтқанды дұрыс көрдік. Негізі экранның ар жағында отырып та бірге ән айтуға болады, рұқсат. Қосылып отырайық, қосылып. Көңіл күймен отырайық кәнекей. Келесің бір күні маған қымбат сыйлап, жер бетінде күлкіні жанарыңа сыйғырып, таңдар айлап атқанда бәлкім түсте кешқұрым оттай жанған шақтарда қошанлықты кешкінді. Сағынышым сенгісіз шала шабыт жүрділі, қайдан қашан белгісіз сен келерсің бір күні. Қайдан қашан белгісіз сен келерсің бір күні. Сен келерсің бір күні. Сенсіз жалғыз жабықтым, бақыт жүзін жасырып, түндер есіп қағып тұр, жұлдыздары шашылып. Арманға сығаламда үміт алдай қарады, саған ғашық санамда сәуле қалмай барады. Сағынышым сенгісіз жала шабыт жүрдіріп, қайдан қашан белгісіз сен келесің бір күні. Қайдан қашан белгісіз сен келесің бір күні. Сен келесің бір күні. Sağlaşın sendisiz şala şabıt çöktürüp, kaydan kaşın belgisiz sen gelirsin bir günü. Kaydan kaşın belgisiz sen gelirsin bir günü. Sen gelirsin bir günü. Sen gelirsin bir günü. Sen gelirsin bir günü. Көп рахмет. Келесі кезекті мен өзінің досыма бергім келіп отыр. Өзінің өнерін паш-паш ететін уақыты келді. Кеттік. Ал, сәттілік досыма. Мен бір 5 минуттен кейін келгенге. Көп рахмет. Келесі тыңдайтын әндеріңіз жалпы әні менікі, сөзі Нұрлыбек Амандық деген дос боламдікі. Жалпы енді көпшіліктің көзіне түсіп жүрген енді менің әнім солай деп ойлаймын. Енді таңдағанымсың деген ән баршамыз отырып тыңдайық күшті көңіл күймен. Ал кеттік. Барша ғашық жандарға арналады. Ал кеттік.
сыйладың, сезім сыйладың. Шын бақыт бердің көңіліме, өзіңнен күліп езу жимадым, езу жимадым. Болса да ара қашып, мен жалғыз саған ғашықпын. Сағынсам қара басып, көруге сені асықтым. Таңдағанымсың дарабағым, өзіңмен ғана нәр аламын. Бағыма өзгені баламадым, жүрегіммен сен қалағаным. Жұптасып сезіммен жетеміз бірге арманымызға, арманымызға. Болашағым бір өзіңменен бірге атсыншы таңдарымызда, таңдарымызда. Болса да ара қашып, мен жалғыз саған ғашықпын. Сағынсам қара басып, көруге сені асықтым. Таңдағанымсың дарабағым, өзіңмен ғана нәр аламын. Бағыма өзгені баламадым, жүрегіммен сен қалағаным. Таңдағанымсың өзіңнен ғана нәр аламын. Бағыма өзгені баламадым, жүрегіммен сен қалағаным. Көп рахмет. Бұл әннен жақсы әсер алды деп ойлаймын. Барша қазақстандықтарға жалпы осы әннің шығуы көп. Оны жалпылама айтпай-ақ қояйын енді. Әннің сөзінен де біліп отырған боларсыздар. Енді келесі жақсы бір әнім. Жалпы өзім лирикаға жақын әншімін. Енді сіздерге айтатын әнім Бауыржан Ретбаевтың қазіргі таңда айтып жүрген әні «Саған ғашық» деп аталады. Баршамыз бірге тыңдап, жақсы әсерде отырайық. Гассордан, Қызылордадан сәлем дейді саған. Сәлемді үлкен қабыл алдым.
сөзім, суынып сезім, жуынып көзім төрелі жасқа. Кетесің жырып, қайтесің жолап, таңдаған өзім менен алыс жоласқан. Күнәған күнә тақпаймын, есімде бірақ сақтаймын, елесіңді жүрегімде қалған. Табылмас өзгеден жүрек қалауын, болсаңда сен саған. Өзің жаққан енді сөнбейді шалам. Мен саған шын бақыт тілеп қаламын, ашылсын деп бағым. Аралап атсын таңым, тек ұмытпашы жаным. Саған ғашық бір адам барым, саған ғашық бір адам барым. Біз мінген қайық бағыттан тайып, болып алғайып үміттен арман. Bir жүрген кезде айтылған сөздер, екенін білмедім бетті жалған. Мен саған кінә тақпаймын, есімде бірақ сақтаймын, елесіңді жүрегімде қалған. Табылмас өзгеден жүрек қалауын, болсаңда сен саған. Өзің жаққан енді сөнбейді шалам. Мен саған шын бақыт тілеп қаламын, ашылсын деп бағым. Арайлап атсын таңым, тек ұмытпашы жаным. Саған ғашық бір адам барым. Жүрек қалауын, табылмас өзгеден жүрек қалауын, болсаңда сен саған. Өзің жаққан енді сөнбейді шалым. Мен саған шын бақыт тілеп қаламын, ашылсын деп бағым. Ұмытпашы жаным, саған ғашық бір адам барым, саған ғашық бір адам барым. Көп рахмет. Келесі кезекті менің досым, әрі серіктесім Азамат досыма берейін. Мен кішкене демалайын. Негізі жаңа ана жерден отырып, мен қарап отырмын бүкіл комментарийдің бәрін. Қызылордадан, Доссордан, Атыраудан, біздің көбісі Құлсарыдан, біздің таныстарымызда да бар ішінде. Сондықтан да айтарымыз, енді кіріп жатқан көрермендер болатын болса, біздің онлайн концертке қош келдіңіздер. Сіздерге әлде керемет әндер орындайтын боламыз. Нұрхат өзінің лирикасымен, жүрегімен барынша сіздерге жеткізді. Соңғы жағында уже қатты жүрегіне кетіп қалды деймін, жалғысы келіп кетті өзі. Бірақ енді сондықтан да экранның ар жағында отырып, қолдап отқандарыңызды біз сезіп отырық. Астындағы жаңа бәрін оқып келдім, сен де қазір жүрген кезде оқып ал бәрін. Сол, рахмет онда досым, мен сенің еңі жалғастырайын ары қарай. Көп рахмет. Сіздерге айтарым, біздің негізі қазір онлайн концерт ораза кезінде келіп қалды.
ниет етіп жатқан жандар бар болатын болса, оразаларыңыз қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын, Аллах тағаланың құлағына шалынсын. Өздеріңіз аман болыңыздар. Осы карантинде көбісінің жұмыстары тоқтап қалып, амалсыздан үйде отырған жандар бар, сол кісілерге кішкене сабыр тілейміз. Негізі айтады ғой, заңға бағынған құл болмайды дей ма? Тәрбиеге ол құл болмайсыздар. Сондықтан да барлығымыз правиланы сақтайық, барынша маскаларымызды киіп, антисептиктерді шашып, әлі күнге дейін бір қорқынышты сияқты қылып көрсетіп жатыр ғой. Сондықтан да біз бұл нәрседен сіздердің бастарыңыз кішкене бұрып, біз кішкене сіздерге ән жолдап, қанша дегенмен Құлсары халқы өзінің әншілерін қатты қолдайды, біз оны білеміз. Сондықтан да мен әрмен қарай жалғастырайын, Нұрхат досымнан ары қарай. Келесі орындалатын ән, енді менікі де негізі қазір жай болып қалуы мүмкін, бірақ кішкене жастар жағы біледі бұл әнді. Сондықтан да мен жеткізейін деп, мынау не айтып кетті дейтін болатын болса, бірақ сонда да қолдап отырыңыздар. Ал кеттік біз. Я не могу тебя разлюбить за одну ночь, тебя позабыть за одну ночь. Я не могу тебя отпустить за одну ночь. Я не могу тебя разлюбить за одну ночь, тебя позабыть за одну ночь. Я не могу тебя отпустить за одну ночь. Ночной рейс у окна в правом ряду, мы летели исполнять мечту. Я без слов тону в твоих глазах. Я хочу вспомнить, ну как же все помнить. Твой взгляд, твои глаза словно смотрят на меня. Тебя я вижу вновь, наверное, любовь затронула меня. Сердце затревожило, сердце затревожило, сердце затревожило, затревожило. Волною нашу любви стою, кричу в небеса от безумия, от безумия. Не могу тебя разлюбить за одну ночь, тебя позабыть за одну ночь. Я не могу тебя отпустить за одну ночь. Я не могу тебя разлюбить за одну ночь, тебя позабыть за одну ночь. Я не могу тебя отпустить за одну ночь. Негізі бұл карантин деген нәрсе қазір, негізі біз қазір бүкіл мерекенің бәрін тойлап, сіздердің алдаңызда осы өнерімізді көрсетіп, сіздердің шынымен де шапалақтарыңызды, қошеметтеріңізді тыңдап жүретін жандардың біріміз ғой. Бірақ енді карантин келіп қалды, бірақ енді оған ешқандай жасайтын шарамыз жоқ. Бірақ барынша біз осылайынан сіздерге прямой эфирге кіретін боламыз. Келесі орындалатын ән Сәкен Майғазиевтің әні «Сағынып жүрмін» деп аталады. Бірақ бұл әннің өзі де, клипі де, мән беріп тыңдасақ сөзі де, барлығы да өте былай, енді музыканттардың тілімен айтқанда душаңа ауыр ән. Сондықтан да біз жалғастырайық, барынша өз-өзімізді ұстайық. Ал, кеттік. Бұл әндер Сәкен ағаның өзінде айта алмасақ та, барынша ұқсап бағайық. Сағынып жүрмін әлі де сені, сағыну өмір заңы десе де, аңсап өткенді қанша көктемді
шығарып салдым қимай, жанымды қинай, тағдырыма кеттің сен сыймай. Неге жүрек бір сәт тынбайды, неге мазалайды бұл қайғы, неге күлкімді ұрлайды, неге сезім сөніп қалмайды, неге сені ұмыта алмайды, неге адамды үміт алдайды, әзірге аман жаралы бірақ жапырақ жүрек барады қурап, еркелегенің өртенген емің, бәрі де бүгін арман. Азапқа салған ақ құсымсың алыста қалған. Неге жүрек бір сәт тынбайды, неге мазалайды бұл қайғы, неге күлкімді ұрлайды, неге сезім сөніп қалмайды, неге сені ұмыта алмайды, неге адамды үміт алдайды, қол жетпес арман, ақ құсымсың алыста қалған. Неге жүрек бір сәт тынбайды, неге мазалайды бұл қайғы, неге күлкімді ұрлайды, неге сезім сөніп қалмайды, неге сені ұмыта алмайды, неге адамды үміт алдайды, неге сені ұмыта алмайды, неге адамды үміт алдайды, неге сағынып жүрмін. Енді кешімізді одан әрмен қарай жалғастыру үшін ортаға өзім досым шақырайын. Нұрхат, кейін ортаға досым отыр. Ар жақта комментарий жазады ма? Оқып берші. күшті комментарий. Негізі қолдау болған кезде, супер деп жатыр ғой. қолдау болған кезде негізі Нұрхат досымдікіндей қолдау болу керек. Ана жерде отырып бүйтіп қол шапақтап отыр да. Маған қосылып отыр. Рахмет көп. Енді айтып жатыр ғой Нұрхат комментарий жазып жатыр деп, біз оны Нұрхат екеумізге айтып жатыр деп қабылдаймыз. Бұл жерде біз кішкентайымыздан қашан? 2012-ден бері таныспыз. 2012-ден бері таныспыз. Одан қазір 2020 ма, жасымыз 20-дан асты екеуміздің. 8 жыл болды достығымызға. Адам айырмаса, Құдай айырмаса, адам айырмайтын достық осындай болу керек деп айтамыз. Енді бұрын Айгөлікте 2013 жылдан бастап Айгөлікке шықтық. Содан бері әлмен келе жатырық. Енді талай қызықтар болды, оның бәрін қазір алда уақытта айтатын боламыз. Қазіргі ән, енді Қазақстанда шулатып жүрген бір топ бар. Сол топтың әні, біз опрос жасадық недавно. Қандай әндерді орындайық, қандай әндерді естігілеріңіз келді деген кезде осы бір 91-ның әнін сұрады. Біз дайынбыз,
әртіс болғаннан кейін әнді таңдамаймыз, барлығын бірдей айтамыз, 91-ды қазақша айтамыз. Орнымыздан тұрып билеп отырсақ та болады кәнекей. Казахский вариантын айтамыз, кеттік. Сұраш, саған деген сезімдерімнің өлшемі. Енді бәрі біледі деп ойлаймын. Жауап бермейді. Айтыңыздар бірге. Шексіздік есептелмейді. Давай, Нұрхат. Көзімді жұмысы бір сәтте ештеңеге ойыңды бөлме. Екі жүрегім сөз қалсын лүпілмен, айырылып қалатындай ма бір күнімен. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жанымды жарайықшы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жанымды жарайықшы қайтадан. Қалдырма мені. Сөнген сезімді қайта өзгерт, менімен қайта айтпа қандай сайтан бір махаббат арадағы бар жаралып ұлғайтар. Қашықтық сенде болған сезімдерде қашықтық, бірақ түнде кінә болды жүрек, күмән туды жүрек ауран, сені ғашықпын білесің бе. Суынған жүректің ызғары өз жүрегіммен жылытамын. Ал сен жанымда бұл жайғыны алаңдама, менің әлемімде ешкім жоқ, өзің ғана. Саған қалай айталам, осының бәрін айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жанымда жарайықшы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жанымда жарайықшы қайтадан. Жүрегім жабықтым, мен жалықтым, сәулесін сыйлашы жарықтың, іштей жанып тұрым, күш тоқтатшы мені, өртеніп барады жаным, ауырып маған қаламын деміңді сенен. Осы шақта жүре өткенге есілем, бұрын бақыт еткен мәселе досқа ол істеме айтпейсің. Саған қалай мен айталам, осының бәрін айтпай қалай мен жай табам, сол алғашқы жалынды бірге жарайықшы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жанымды жарайықшы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жанымды жарайықшы қайтадан. Көзіңді жұмысы бір сәтте білмеймін неге екенін, почему-то осы өлеңді айтып жатқан кезде біздің Құлсарының жаңадан салынған набережный есіме түсіп кетті. Негізі шын айтамын, Құлсарында набережный, мереке орталығы бар, орталық сахна, барлығы біздің бала күніміздегі сахна. Сабақтан келеміз, үй көрмей сол жаққа кетеміз, тіке сол жаққа барамыз, сол жақта жоқ, үй көрмейміз, үйге тек ұйықтауға барамыз, квартирант болатынбыз. Сондай болатын. Енді Құлсарға, енді біз білмеймін, сен қашан выступать еттің Құлсар сахнасында? Где-то бір енді көп болды енді, айтпайға так 11 жастан бастап па? Жоқ, мына оқуға кетпей тұрып сен қашан оқуға кетпей тұрып да айтайын ға.
Вот Құлсарының сахнасында выступать еттім. 2018-де. 2018-де? Сен жер жағында выступать етіп сол кішкене. Жазда. Мен әлі күнге Жоқсың деп. әлі күнге дейін өзімнің датамды білемін мен бар ғой. Айтайын 2015-тің августінде ма выступать еттім. Сол оқу кетіп жатқан кезім ғой. Уже документтің бәрін тапсырып түсіп қойдым. Құлсарға келдім, жастар күні болды, орталық сахнада. Сол жақта өлең айттым. Содан кейін Құлсарының сахнасына шығып кеттім. Қазір 5 жыл өтті ма деп сағат қарайды дейді. 5 жыл өтті. Енді ол да бір уақыт деп ойлаймын. Енді әлі күніміз алда, өміріміз алда, әлі выступать етеміз. Қалада Нұрхат қазір Чайковскийда 3-ші курсқа ауысып жатыр биыл. Звукорежиссер дейді мамандық бар. Мынаның мамандығы, сонда оқиды, сонда бітіреді бұйырса. Мен 2019-да бітірдім Чайковскийді. Эстрада вокалды бітірдім. 2019-да бітірдім. Енді 2020-да осы Темірбек Қаралы Жүргеновке түстім. Жүргеновке түстім. Ол Жүргеновте енді біздің де ауылдың таланттары барына Айнұр деген сияқты бала күнде тоже бірге өскен қыздар. Жалпы Жүргеновке көбісі түсе білмейді. Жалпы кейбір кезде біз соның қадірін білмейміз, оқымаймыз, сабаққа бармаймыз. Сосын бір кездер ойланамыз, осыған салмай жүрген адамдар бар ғой, не құтырып жүрсің деп. Не болса да жарып шықтымсың ғой енді. Сонда да дұрыстап өзіміз сабаққа барамыз. Енді экран ар жағында отырған барша біздің таныстарымыз болсын, көрермендерге барлығыңызға сәлем жолдаймыз. Үлкен сәлем. Тағы да оразаларыңыз қабыл болсын. Сағат санап отырған шығарсыз, бәріміз де сағат санап отырып. Басымыздан бастап аяғымызға дейін бәріміз оразамыз. Сол келесі ән. Енді білмеймін, айтып кетесің ба өзің? Тақырыбын. Енді келесі әннің енді шығу тарихы қазіргі заманда енді сәбилер көп ерте тастап кетіп жатады. Сондай сәбилерге арналған ән. Енді ондай қазір енді көп тілемеймін да енді. Көп болмай-ақ қойсын дейміз енді. Жетімдерге азайсын деп айтамыз. Тек сәбилеріміз жыламасын. Келесі енді тыңдайтын әндеріңіз Сәкен Майғазиевтің әні Жыламасыншы сәбилер. Енді бұл әнде өзінің бір айтатын былай музыка жанрын, музыка саласымен айтқанда посыл дейді ғой. Айтатын посылы бұл сәбилердің ешқандай жазығы жоқ. Олар былай инстаграмнан, әлеуметтік желілерден көріп жатамыз. Дүниеге келгеннен бастап ауырып дүниеге келетін сәбилер бар, олардың барлығы жазылсын, шипа берсін. Сондықтан да сәбилер жыламасын деп, олардың жылауға ешқандай хақылары жоқ, балалық шақтары өте аман өтсін, керемет өтсін деп, осы бір жыламасын сәбилер деген әнді барша сәбилерге арнаймыз. Кеттік. Басталған жолы қарамен, тағдырлар азбасыра, тұншығар үнсіз бар әлем, сәбидің көз жасына. Үңгіліп тілсіз әр үйлер, наз айтып фәниге уан, сөндірмесін жырығын, сәби шамы бар үйде. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Сәбиді кімдер жылатқан, тас бауыр аналар ма? Шаңырақ туым құлатқан, әкелер оралар ма? Іңгәліп тілсіз зар үйлер, наз айтып бәлеге сөндірмесін шырағын, сәби шамы бар үйлер. Жыламасын,
Жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасыншы ағарман, шықпасын аламыңнан. Сұрғаны кетер жанардан, бір тамшы балалығын. Сіңгәләп көзсіз айлы, наз айтып сөндірмесін шырағы, сәби шамы бар үйлі. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын. Көп рахмет. Бұл ән естіген кезде, ең бірінші естіген кезде жүрегің елжіреп, Сәкен ағам бұл өзі жасаған кезде көзімізге жас алып жыладық. Талай клипінің өзіне дейін қиын, сондай өмірден алып барлығын жасаған. Ол кісіге Алланың нұры жаусын, аман болсын. Шынымен де сәбилеріміз жыламасын. Құлсардан көреміз талай бүлдіршіндеріміз ән айтып сахнаға шығып жатады. Сахнаға шыға алмай жатса барынша өнерін көрсетіп тойға да шығып жатады. Енді сондай сәбилеріміздің қазір қолынан жетектеп, осылай болады, дұрыс, алға қарай бас деп, мысалы алдағы ілгерідегі ағаларымыз, апаларымыз өздерін қолдауларын көрсетіп, оларға бір кішкене алдарына жел беріп, сахнаға шығарып көрсетіп, басында қателеседі. Әрине олар бала болғаннан кейін қателеседі, білмейді көп нәрсені. Былай орысша айтқанда все серьезность түсінбейді ғой. Потом ол өсе келе осындай таланттар қайдан шығады? Сәкен ағаларымыз сияқты, Музарт сияқты таланттар қайдан шығады? Бұлар бала күнінен, жас күнінен бастап сахнаға, музыкаға арнайды өзден әнден. Сондықтан да бізде ауылдың, өзіміздің жылойымыздың таланттарын қолдап жүрейік. Бізде мысалы оқудан, Алматыдан көріп қалған кезде қатты қуанамыз. Мысалы Азамат деген жігіттер бар, Қайрат, Жұмағалиев жігіттері Алматыда, ол кісілерді де көріп тұрамыз. Енді бізбен қатарластың барлығы қазір бізбен бірге оқып жатыр. Сондықтан да барлықтарына сәттілік, музыканы ешқашан тастамаңыздар. Өздеріңіз көріп отқандай музыкада бір үлкен бір дүние. Музыкамен талай нәрсені жеткізуге болады. Музыканың шегі жоқ. Сен анадайсың, сен мынадайсың деп алалай беруге болмайды. Сондықтан да тек біз қолдасақ, әрбір әнші, әрбір талант өзінің шыңын, тауын көрсетеді. Енді біздің негізі соңғы әніміз қалды, бірақ біз кішкене уақыт созғанымызды өзіміз қалап тұрық. Негізі уақыт бар әлі. Біз 2000 біздің балалық шақты айтшы. Енді 2013 сияқты 5-ші айгөлек сияқты болған сезон сияқты. 5-ші сезон ютубта әлі күнге дейін бар, әлі күнге дейін бар. Айгөлекке қатысқан видеомыз бар. Сағынып отырамыз әлі. Негізі адамға өмірде бір дос керек екен. Сенің балалық шағыңды білетін, сенің бала күніңді білетін, кішкентай кезіңде қандай болдың, қазір қандайсың, бүкіл сырыңды білетін негізі бір досың керек екен. Айтады ғой, алдағы уақытта ертең біздің де жасымыз ұлғаяды, сол кезде бұрында білесің ба деп отырып айтатын адам керек болады екен да. Былай мысалы өзімізде байқап жатамыз, көп адамдар үлкейгеннен кейін балалық күнгі достары жоқ,
класстастары бар, бірақ біреу барса, біреу бар болса, біреу жоқ деген сияқты. Сондықтан да ондай достардың негізі болғаны жақсы. Өткен кеткенді еске алып бір марқайып сөйтіп отырған жақсы. Мысалы біздің жасымыз 20-да, біз әлі жаспыз, негізі өзіміз шалсақ түсіп отырған жоқпыз қазір, бірақ негізі жаспыз. Бірақ 2012 деген былай қарап отырсақ 8 жыл бұрын нәрсе екен. Сол 8 жыл бұрынғы нәрсені еске алып, Құлсардан Нұрхат пен Азамат Айгөлікке шықтық. Айгөліктен өтіп, барлығын бәрін жасадық, видеосын, әнін бәрін дайындадық, биі бәрі дайын, тек өзіміз дайын тұрық. Бірақ қай күні сайысқа түсетімізді білмейміз, кіммен түсетімізді де білмейміз. Сөйтіп бірге келдік, бір пойызбен келдік, бір үйде жаттық, бір үйде жатып, тамақ ішіп отқан кезде телефон звондап бізге айтады, ертең Нұрхат пен Азамат бірге түседі деді. Содан енді үйіміз кішкентай боламыз, жүрегіміз көзімізше дайындалып жүрік қой, бір-біріміздің көзімізше. бір екеуміз бірге дайындалып жүрік кәдімгідей. Енді қиналмайды, бірақ енді бала көңіл ғой, бір-бірімізді жұбатып жүріп, сен өтпей қалсаң мен мороженое алып беремін деп. Ол кезде 2012-де Алматыға бір жыл кетіп тұрып, Құлсардан бір жыл кетіп тұрып, андай шелектегі мороженейді көрдік, Алматыдан соған есімізге кетіп, бірақ бізге жегізбейтін. Мына бітсін, Айгөлік бітсін, сосын шелегін 5-6 жесең де деп сөйтіп жегізбейтін. Сосын бірімізді жұбатып жатырық, сахнаның артында тұрық, дайындалып тұрық, уже бастайын деп тұрық. Сол кезде бірімізді жұбатып жатырық. Если мен өтіп кетсем, мен саған мороженое алып беремін, жылама деп. Нұрхат айтып жатыр, онда сен мен өтіп кетсем, мен саған алып беремін деп бірімізді жұбатып тұрық. Айда кетті, басталып кетті, сахнаға шықтық, әнімізді айттық. Енді жюри нәтижесін айту керек қой, кім өту керектігін. Сол кезде бізден бір ән сұратып, бір акапелла ән айттық та сол кезде. Қайталап жүрмедік. Жоқ, енді ол қазір болмайды енді. Қызықты болсын. Енді жоқ, енді қазір айтып тастайын, сосын ары қарай айтамыз. Енді сөйтіп бір акапелладан айттық. Ол кезде Тамара Асар, Тәуіржан Ахат дейтін кісілер бар. Сол кісілер отырып өздерінің бағаларын берді. Қатты қорқытып, уже секундта санап отырған, бүкіл өмірін көз алдына өлтіріп, жүрегің қағысы құлағыңа естіліп, сондай болып кетті. Азамат пен Нұрхат бірге өтеді деген кезде бірімізді құшақтап жылап жіберіп кәдімгідей. Енді бүкіл мына жерге келіп тұр, бүкіл нәрсенің бәрі. Енді сол толқыныс, сол уайым әлі күнге дейін мына жерімізде бар. Сол видеоны көрген сайын тап солай уайымдаймыз ғой кәдімгідей. Енді ондай болады. Одан кейін Нұрхат ары қарай өтіп, өзінің жартылай финалға дейін өтті. Мен екінші турдың ар жағына дейін өттім да. Өкінішке орай екеуміз де үйге қайттық сосын да. Екеуміз де үйге қайтып, қойдықшын Құлсарда жүре берейік деп 3-4 жыл сахнада жүрдік. Сосын Алматыға бәрібір қайтадан бардық. Енді адам қайтып қалмау керек, ол жерден өмірі бітіп қалмау керек, берілмеу керек, ары қарай кете беру керек деген сияқты. Ол әшейін сайыс өтеді де кетеді, ол опыт болып есептелу керек сізге. Ал ары қарай нағыз жұмысыңызға сізге күш керек болады уже. Сондықтан да тағы да айта кететін нәрсе, Нұрхат неге барды? Нұрхат екеуміз, кстати, екеуміз бірге бардық, екеуміз Турцияға бардық. Турциядан... Турцияда қызықтар көп. Турциядан сен айтшы. Ой, Турцияда дейтін біздер енді кішкентай болғасын енді бір-бірімізден төбелесіп қаламыз. Неше түрлі қызықтар болды. Жақпамыз еще. Бізде еще Турцияда отельде жаттық, отельде сағат 4-те, в общем, су ағат болды көркіден. Ой, бол дейтініз. Бассейнен шықпай ма? Таза балық болды, мынау бар. Ондай көрмеген. Құлсарда Қамыс-Көлге ғана шомылатын едік па енді. Енді ана жаққа барып андай нен бассейнді көріп, мынадай аркілерді көріп. Аузымызды аштық қой кәдімгі. Ауыз ашылғанда жақ негізі айырып кету керек еді. Просто өзіміз ұстадық кішкене. Анадай біз келдік Турцияға, Анталияда болды да, бір гостиницада болды. Келдік бірінші, екінші күні конкурс болды. Өттік. Екеуміз гран-при алдық да. Турцияда гран-при алдық. Сосын ары қарай 6 күн уже демалыс. 7 күнге келдік. Ой, рахат айдаш. 7 күнге келдік. Бірінші күн конкурс бітіп кетті. Қалған 6 күнде дейтін. Біз сол жерде шомылып, кілт жоғалтып, базар аралап, өзіміздің қазақтығымызды салып жүріп қой сол жақтан. Тамақтың 4 түрін жеп, 4-те бесплатный бургер береді, соның 5-6-ын алып жеп аламыз кешке дейін. Кейдерде 5-6-ын алып кеттік. Қап-қара болып келдік, кәдімгі көмір болып. Сондай қызық нәрселер өткен, енді бал шамыз сондай өтті. Енді әрмен қарай жалғастырайық әнімізді. Сосын эфирімізді аяқтаймыз. Эфир өзі 1 сағат береді екен, бір жаманы. 1 сағат қана береді екен, 1 сағатта түк өшіп қалады. Сен не айтып жатсың, қызық емес ол, өшіп дейді. Ондай болмас үшін уақытымызды экономдап әнімізді айтайық. Сосын қоштаспай тұрып, қарағай тағы бір әңгіме айтып алармыз да. Кеттік ал.
келмей қайдан келесің? Өмірдің білдім майдан егесің. Достың алдында адал болсаң, дұшпаныңнан да пайда көресің. Басыма бүгін бақта қонады, тастай көңілім мақта болады. Бір жауым мені даттаған кезде, көп досым мақтап, ақтап алады. Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім мен. Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім мен. Жеңсеңде дұшпан мұрат қылады, жүзеге аспас бірақ болары. Бір жау мені күлкі қылғанда, мен үшін көп дос жылап тұрады. Дұшпанға деген кетер болып достардың сөзі жетер жүрекке. Бір жау мені жер қылған кезде, көп досым мені көтерді көкке. Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жау менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім мен. Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жау менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Достығымыз жарасқан ел болайық. Бұлтанып тұрып күнде күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Көп рахмет. Біздің осымен негізі соңғы әніміз бітті. Уақытта болып қалған сияқты. Сондықтан да көп рахмет. Аман болыңыздар. Құлсар дами берсін. Ең бастысы Құлсардың таланттарына қолдау көрсетіп жүріңіздер. Олар да шықсын, олар да ән айтсын, қысылмасын. Всегда бір кем жерін көріп тұрсақ та, сонда да бір көңіліне тигізбей, бір осторожность дейді ғой. Көңілге қарап айтып, негізі ол да бір үлкен имандылықтың белгісі дейді ғой. Бірімізді ренжітпей, аман болайық, оразаларыңыз аман есен өтсін, Аллах тағала жеңілірек етсін. Енді бүгін күн былай жақсы, баяғыдай шырт тұрған емес, бірақ ораза жақсы өтіп жатыр деген ойдамыз. Сол, айтасың ба бірдеңе? Бүгінгі біздің онлайн концертімізге келгендеріңізге, қарап отырғандарыңызға көп рахмет. Аллах тағалам енді қазіргі болып жатқан індеттен аман есен шығуымызды нәсіп етсін. Аман болайық, сау болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бірлігіміз жарасқан, достығымыз жарасқан ел болайық. Тек қана жақсылықты тілей берем. Аман болыңыздар. Негізі айтып кететін нәрсе, бізге көп рахмет айтамыз Марифа Қопалқызына және Әлібек Темірхановқа көптен көп рахмет айтамыз. Біз келіп осылай онлайн концерт береміз деген кезде осының барлығын бізге беріп, құрып беріп, мүмкіншілік жасап жатқанына көп рахмет айтамыз. Құлсары қаласының әкімшілігі барлығы жасай берсін. Алғысымыз шексіз. Аман болыңыздар. Құлсары дами берсін. Көп рахмет. Аман болыңыздар. Инстаграмға тіркеліп қойыңдар, Инстаграмға.